Финалдағы үздік 11 ойыншы. О, керемет. Рубрика кеттік. Симон немесе Мартинес. Енді финалда Эмилиано Мартинес, оңай Симонның мүлде жұмысы болған жоқ, сондықтан Эми Мартинестің сейфтарын бағалайық. Әлем чемпионатының финалында рекорд орнатты, 10 сейф жасаған алғашқы қақпашы. Педро Порро, Монтиель. Әрине Педро Порро. Кубарси, Ромеро. Арғарай таңдау оңай болатын сияқты Пау Кубарси. Леопорт, Лисандро Мартинес. Эмерик Леопорт. Кукурелия, Таляфико. Кукурелия бұл жерде де мықты. Родри, Макалистер. Родри. Фабиан Руис, Энцо Фернандес. Мына жерде таңдау болар еді, бірақ Энцо Фернандес қызыл қағаз алып кетті, сондықтан Фабиан Руис. Де Пауль, Ольмо. Дани Ольмо да өте керемет ойнады деп айта алмаймын, бірақ Родриго де Паульдің да ойыны болмады, сондықтан Дани Ольмо дейінші. Нико Гонсалес, Алекс Баена. Алекс Баена. Хулиан Альварес, Ойерсабаль. Өкінішке қарай Хулианды қатты жақсы көрем, бірақ бүгін өте нашар ойын ойнады. Альварес алаңда болғанда бірде-бір дәл соққы болған жоқ. Ал Ойерсабаль сәл болса да шабуылда көрініп жүрді әйтеуір. Ламин Ямаль, Месси. Ламин Ямаль және Месси екі буынның текетіресі бұл матчта және бұл текетіресте Ламин Ямаль жеңді. Достар, арнаға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар, лайктарыңызды күтем және пікірде өздеріңіздің үздік құрамын жазып кетіңіздер.